Қоғамдағы қауіпсіздік әр азаматтың алаңсыз өмір сүруінің басты кепілі. Қасым-Жомарт Тоқаев 2024 жылға жолдауында осы мәселеге ерекше тоқталып, құқық қорғау жүйесін күшейту қажеттігін атап өткен болатын. Осы бағыттағы маңызды қадамдардың бірі 2025 жылдың 16 шілдесінде заңнамаға енгізілген өзгерістер, нәтижесінде қылмыстық кодекске жаңа 115-ші бір бап сталкинг енгізілді. Сталкинг бұл бір адамды жүйелі түрде аңду, қудалау, мазасын алу, қорқыту немесе оның жеке өміріне заңсыз араласу. Мұндай әрекеттерге үнемі хабарлама жазу, әлеуметтік желі арқылы бақылау, рұқсатсыз үйінің немесе жұмыс орнының маңында жүру, тіпті туыстары мен таныстар арқылы қысым көрсету де жатады. Кей жағдайда мұндай әрекеттер ауыр қылмыстарға ұласуы мүмкін. Сталкинг бұл негізі ақш елдерінде кеңінен қолданылатын ұғым. Бұл аңшының өзінің құрбанына жасаған аңду деген мағынадан қалыптасқан. Кейіннен бұл адамдардың арасында да аңду әрекеттері қалыптасқандықтан арнайы осындай қылмыстық қудалау органдарымен бап қалыптасып, бүгінгі таңда ақш, Канада, басқа да елдерде кеңінен қолданып келе жатқан ауыр қылмыстар қатарына жатады. Бұл бүгінгі таңда біздің елде қылмыстық кодексте жаңадан енгізілген бап болғандықтан бұл қылмыстық теріс қылықтар қатарына жатады. Негізінен бұл ауыр қылмыстардың алдын алу мақсатында жасалған қылмыстық құқық бұзушылық бабы. Себебі кез келген ауыр зардаптар туғызуы мүмкін әрекеттердің алдын алу үшін осы сталкинг бабы қалыптасты. Енді заң бойынша мұндай әрекеттер жауапсыз қалмайды. Кінәлі тұлғаларға 200 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл, 200 сағатқа дейін қоғамдық жұмыс немесе 50 тәулікке дейін қамау жазасы қарастырылған. Жаңа баптың алғашқы нәтижелер де бар. Жетісай ауданы аумағында сталкинг дерегі бойынша бір іс тіркеліп, толық тергеліп сотқа жолданған. Нәтижесінде кінәлі тұлға 100 сағатқа қоғамдық жұмысқа тартылды. Жетісай ауданында бүгінгі таңда бір қана факті орын алған. Ол бойынша іс тергеп тексеріліп, сотқа жеткізілді және сотта қаралып, тиісті тұлға кінәлі деп танылып, оған 100 сағат мерзімге қоғамдық жұмыстарға тарту жөнінде жаза тағайындалды. Қылмыстық теріс қылықтың мәніне келетін болсақ, бұл жерде бұрынғы ерлі зайыптылардың арасында орын алған, яғни ер адам өзінің бұрынғы жұбайының ізіне түсіп, оны аңдып, беймезгіл мазалап, зорлық-зомбылық әрекетінсіз оған қандай да бір қысымдар көрсетіп, заңсыз қудалауды жүзеге асырылған. Аталған қылмыстық теріс қылықты ол сотта өз кінәсін толық мойындап, жәбірленуші тарап бүгінгі таңда кешірген жоқ. Дегенмен сот оның кінәсін барлығын анықтай келе, жинақталған құжаттардың негізінде сот оны кінәлі деп танып, 100 сағат мерзімге қоғамдық жұмыстарға тарту түрінде жазасын тағайындады. Құқық қорғау органдары жәбірленушілерді үнсіз қалмауға шақырады. Себебі көп жағдайда сталкинг ұзақ уақыт бойы жасырын жалғасып, зардап шегуші дер кезінде көмек сұрамайды. Бүгінде елімізде сталкингке қарсы нақты құқықтық тетіктер қалыптасқан. Ендігі маңызды мәселе қоғамның көзқарасын өзгерту. Сарапшылар мұндай әрекеттерді махаббат немесе қызығушылық деп қабылдау қате екенін айтады. Қауіпсіздік жеке шекараны құрметтеуден басталады. Ал әр азамат өз құқығын қорғауға құқылы. Клара Шербайқызы, Жеңіс Сыдықов, ақпарат Жетісай ауданынан.